Балалар, номер 40-та 12-ші есепті шығарайық. Қараңыздар, бірінші бөлшекте алымында n квадрат минус 10 n плюс 25 дегеніміз n минус 5-тің квадратын береді. Бөлімінде 3 жақша сыртына шығады, а болады плюс 12-ден 3 кеткен кезде 4 қалады. Көбейтілген екінші бөлшекте а квадрат минус 16, бұл дегеніміз а минус 4 және а плюс 4 болып жіктеледі. Бөлімінде 2 жақша сыртына шығады, n минус 10-нан 2 шығып кеткен кезде 5 болады. Енді тең қысқаратынан қысқартамыз. А плюс 4 пен А плюс 4 қысқарады. Одан кейін n минус 5 пен n минус 5 қысқарады. n минус 5 пен n минус 5-тің квадратын қысқарады. Сол кезде бізде не қалады, қараңыздар. 3 көбейтілген міне n минус 5 қалады, алымында және а минус 4 болады. Бөлімінде 3 көбейтілген 2 6-ға тең болады екен. Келесі балалар, екіншісін шығарайық. Бірінші бөлшекте алымында y минус 5 және y плюс 5 болып жіктеледі. Бөлімінде y плюс 6-ның квадратын береді. Көбейтілген 3 y плюс 6 қалады. 3 жақшасынан шыққан кезде міне 18-ден 3 шыққан кезде 6 қалады. Екінші бөлімінде 2 жақшасынан шыққан кезде y плюс 5 қалады. Қысқаратындарын қысқартамыз. Қараңыздар, y плюс 5 пен y плюс 5 қысқарады. y плюс 6 мен y плюс 6-ның квадраты қысқарады. Сонда не қалады? Бөлімде 2 y плюс 6 қалады, алымында 3 y минус 5 қалады. Балалар, үшіншісінде қараңыздар, бірінші бөлшекте 4 минус а квадрат дегеніміз 4 2-нің квадраты болғандықтан 2 минус а және 2 плюс а болып жіктеледі. Одан кейін бөлімінде 4 жақша сыртынан шығады, сонда а қалады, плюс 8-ден 2 шығады, 2 в қалады екен. Одан кейін көбейтілген екінші бөлшек а квадрат плюс 4а, бұл дегеніміз а плюс 2 в-ның квадратын береді. Бөлімінде 3 жақша сыртына шығады, де 1 минус а-ны береді екен. Енді қараңыздар, тең қысқаратындарын қысқартамыз. а квадрат плюс 2 в мен бұны біреуге қысқарады, сонда бізде не қалады? Мына қараңыздар, алымында 2 минус а, 2 плюс а және а плюс 2 в-ның көбейтіндісі. Бөлімде 4 мен 3 өткен кезде 12, 1 минус а-ның көбейтіндісі болады. Осымен номер 3-шісі шықты. Енді 4-шісін шығарайық, балалар. Үшіншісінде бірінші бөлшекте қараңыздар, а куб плюс 8-ден 2-нің кубы, яғни бірінші екеуінің қосындысына тең а плюс 2. Одан кейін екінші жақшада біріншісінің квадраты плюс минус екеуінің көбейтіндісі плюс екіншісінің квадратын береді. Одан кейін 18а квадрат плюс 27, екеуіне де 9а көбейтіліп тұр, 9 жақша сыртына шығады. 18-ден 9 шыққан кезде 2 қалады, а квадраттан а шығып кеткен кезде аның өзі қалады. Плюс 27-ден 9 шыққан кезде 3 қалады, аның өзі шыққан кезде ештеңе қалмайды, 1 қалады орында. Көбейтілген 2а плюс 3 алымны жазып қоямыз. Бөліміне а квадрат минус 2а плюс 4-ті жазып қоямыз. Тең қысқаратарын қысқартамыз. 2а плюс 3 пен 2а плюс 3 қысқарады. а квадрат минус 2а плюс 4 пен а квадрат минус 2а плюс 4 қысқарады. Сонда алымында а плюс 2 қалады, бөлімінде 9а қалады екен. Осымен номері 40-та 12-ші есеп шықты, балалар.